Бүгін сен жазбаша бөлу алгоритмін қолдана отырып, 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлуді үйренуді жалғастырасың. Мысалдарды шеш. 944 бөлу 4. Бөлінгіш 944 бөлгіш 4 деп жазам. Бірінші толымсыз бөлінгіш 900. Бөліндіде 3 цифр. Жүздіктер, ондықтар, бірліктері болады. Жүздіктерді бөлемін. 9 бөлу 4 тең 2, қалдық 1 жүздік. Бөліндіге 2-ні жазамын. Қалдықты жүздіктердің астына жазамын. Ондықты қалдықтың астына түсіремін. 1 жүздік және 4 ондық. Бұл 14 ондық. Ондықтарды бөлемін. 14 бөлу 4 тең 3, қалдық 2 ондық. Бөліндінің мәніне 3-ті жазамын. Қалдықты ондықтардың астына жазамын. Бірлікті қалдықтың қасына түсіремін. 2 ондық және 4 бірлік. Бұл 24 бірлік. Бірліктерді бөлемін. 24 бөлу 4 тең 6. Бөліндінің мәніне 6-ны жазамын. Жауабын оқимын. 236. Жарайсың. Мысалды шеш. 476 көбейту 2. Жазамын. Бірінші көбейткіш 476. Бірліктің астына екінші көбейткіш 2-ні жазамын. Бірліктерді көбейтемін. 6 көбейту 2 тең 12. Бұл 1 ондық, 2 бірлік. 2-ні бірліктің астына жазамын. 1 ондықты ойымда сақтаймын. Ондықтарды көбейтемін. 7 көбейту 2 тең 14. Ойдағы 1 ондықты қосамын. 15 ондық болды. Бұл 1 жүздік 5 ондық. 5-ті ондықтардың астына жазамын да 1 жүздікті ойымда сақтаймын. Жүздіктерді көбейтемін. 4 көбейту 2 тең 8. Ойдағы 1 жүздікті қосамын. 9 жүздік шықты. 9 жүздікті жүздіктердің астына жазамын. Жауабын оқимын. 952. Жарайсың.